көмек сұрағым келіп тұр. Әділдікті қалаймын. Ол жерде менің ешқандай кінәм жоқ. Мен ажыраттым. Ақша жоқ болып еліміздің ханы болғандықтан сізден өтініп көмек сұрап жатырмыз. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Актер Асқар Жұмабек 6,5 жылға сотталмақшы. Ол кінәсіз екенін айтып, президентке видео үндеу жасады. Алматыдағы Little Brazil караоке барында олигархтар Бахараддин Әбіләзімов пен Дінмұхамед Ыдырысовтың ұлдары қатысқан жаппай төбелес үшін сотталғандардың арасында актер Асқар Жұмабек те бар. 2022 жылдың 28 желтоқсанында белгісіз қазақстандық актер Асқар Жұмабек караоке барында болды. Келушілер қатарында атақты ауқатты адамдар Бахараддин Әбіләзімов пен Дінмұхамед Ыдырысов және Бостандық ауданының полиция қызметкері Валиев Біржанның ұлдары да болды. Нұрланбекұлының қатысуымен болған келіспеушіліктен кейін төбелеске ұласты. Бұл төбелеске араласпақ болған Жұмабек Асқар сот залынан жазықсыз айыпталып 6 жыл 6 айға сотталды деп хабарлады Асқар Жұмабектің әлеуметтік желідегі парақшасында. Актер қорғаушысы сол күні миллионерлердің ұлдары күзетшілерімен көрші үстелде караокеде отырғанын айтты. Диджей әр үстел 2 ән айту керегін, содан кейінгі әннің барлығы кезекпен келетінін түсіндірген. Алайда олигархтың ұлдары диджейге жүгіріп оны соққыға жыққан. Төбелеске қатысушыларды ажыратуға тырысқан Асқар Жұмабек те соққыға жығылып, өзін қорғауға бел буған делінген хабарламада. Естеріңізге сала кетейік, 2022 жылдың 28 желтоқсанында Алматыдағы Little Brazil караоке барында жаппай төбелес болған. 9 қаңтарда әлеуметтік желіде мекеме әкімшісі мен диджей болған оқиғаның мән-жайын баяндап, бейне жазба жариялады. Олардың айтуынша төбелес шығарғандар өздерінің олигархтардың ұлдары екенін айтқан. Олар өздерін агрессивті ұстаған және караоке қызметкерлеріне бірінші болып шабуыл жасаған. Сонымен қатар олармен бірге жеке күзетшілер де болған. 23 пен 29 жас аралығындағы жігіттер Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, 2 немесе одан да көп адамға қатысты денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтіру бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасаған үшін кінәлі деп танылды. Нәтижесінде сот мейрамхананың бас күзетшісін, диджей және мекемеге келуші қонақты 6 жылға бас бостандығынан айырды, десті желіде.